Қазақша анимация. Мен 5-ші сынып оқып жүргенде маған безеулер шыға бастады. Ол көбейе бастады. Бұл менің жыныма тиетін. Мен өзімді жаман сезінемін. Және де ол қызыл безеу емес, бір басқа түстес. Мен не істерімді білмедім, және де маған бәрі көп қарайтын, күлетін. Мен не істерімді білмедім, және де тығылып қалатынмын. Тіпті кейбір кезде жылаймын. Сол үшін мен линза тағуды ұйғардым. Мен 2 түсті линза алдым. Өйткені менің безеулерім көрінбес үшін. Яғни 2 түсті линза алдым. Сосын оның бәрі маған қызықты және қолдау көрсетті. Олар менің көзіме қарайды, ал безеулеріме қарамайды. Күшті, керемет деген сөздерді жиі естимін. Бірақ бір кезде мен бір линзам түсіп қалды. Бәрі қайта бастады. Мен енді боянуды ұйғардым. Бірақ ол аллергия туғызып, одан ары көбейтіп жібергенін көрдім. Бірде мен күнде тілеумен келемін, бірақ бұдан ешнәрсе шықпады. Мен бірде теледидар көріп жатқанда сусабынды безеуге жақсаң, онда ол кетіп қалады деді. Бұл маған көмегін тигізді. Енді менде безеулер жоқ. Енді құтылдым. Аз ғана болса да қалды, бірақ ол бәрібір кетеді. Уайымдамаңыздар, безеулеріңіз кетеді. Тек оны жусаңыздар болғаны. Достар, безеуді бұлай кетірмейтін шығар, бірақ анимация. Көп видео болмағанда кешірім сұраймын. Оның да өз себептері.